Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізде брейк циклін басқару болып табылады. Өткен қайта алайық. Брейк, яғни брейк дегеніміз ол ағылшын тіліне аударғанда үзу деген мағынаны білдіреді. Үзу немесе тоқтау. Жалпы брейк дегеніміз белгілі бір қойылған шарт орындалуымен ағымдағы цикл жұмысын бірден тоқтатып, жайылма жұмысын циклден шығарып, әрі қарай жалғастырып әкететін болады. Сонымен қатар Pythonда брейк нұсқаулығы цикл жұмысына әсер ететін түрлі фактор пайда болған кезде циклді бұзуға мүмкіндік береді. Брейк нұсқаулығын for параметрлі цикл немесе while цикл арқылы жұмыс жасауға болады. Жалпы біздің білетініміздей бұл брейк операторымен қосымша continue оператор жүретін болады. Олардың бір-бірінен басты айырмашылығы бізде мысалға for операторында бізде қазір мысалда берілген. Мысалға осы жерде болсын. For I in range біріншісі білесіздер, біріншісі алдымен басталатын жері, басталатын, екінші бұл пункт, яғни қай жерге дейін барады, ал үшіншісі ол бізде қадам болады. Дәл солай мысалы бізде шарт берілді. Шарттан кейін бізде брейк оператор жүретін болады. Мысалға мына шарт бойынша мына жаққа мысалға 1-ден 20-ға дейін барсын 2 қадаммен, одан кейін біздің шартымыз бойынша 6 мәніне келген кезде біз оператор тоқтатамыз. Сонда бізде жауабы не болып шығады? Яғни біздің бұл шартымыз 1-ден 6-ға дейін барады, яғни брейк оператор арқылы тоқтайтын болады. Ал бізде осының керісінше continue оператор бар, өткен сабақта өткеніміздей. Ол жерде егер де мына брейктің орнында continue болатын болса, біздің шартымыз атта өтіп кететін болады. Мысалға if шарты 6-ға тең болған кезде continue болатын болса, 1, 2, 3, 4, 5, 5-тен кейін 6-ны санамай, 6-ны жауып, үстінен 7-ні аттап кететін болады. Яғни біздің байқағанымызда екеуінің айырмашылығы осындай болады. Жалпы while цикліне қолдану. Жаңағы бізде for цикліне қолданған болатынбыз. Енді while циклінде бұл жерде біз шартты өзіміз алдын табатын боламыз. Яғни жаңағыдай біз қатамдарын қоя алмаймыз. Енді бұл жерде екі шарт керек болады. While-ға бірінші шарт қойып аламыз. Bir мәннен бір мәнге тиісінше барады. Одан кейін шарт қойдық, одан кейін брейк. Ал бұл жерде тура for операторындағыдай жұмыс жасайтын болады. If, одан кейін шарт. Міндетті түрде брейктің алдында бізде if шарты болуы міндетті. If немесе elif, elder. Мысалға бір мысал берілсін. Ұзындығы n рандомды сан аламыз деп тұр. Болған сандар тізбегі берілген. Тізбектегі сандардың арасында тек біреуі нөлге тең, нөл санына орналасқан орнын табатын программа жаз деді. Мысалға бізде осындай программа кодын жазып шықтық. Яғни бізде input өзің енгізіп аласың деп тұр. Мысалға біз 5-ті енгіземіз. While I 10-ға дейін барады. Яғни оны счетчик арқылы санап отыратын болады. X input. Одан кейін біз жазып қоямыз if шарты. Егер де дейді, x тең болатын болса нөлге, бұны айға ауыстырамыз және оны тоқтатып тастаймыз дейді. Мына жерде тура сол мән берілген. Егер біз 5-ті қойдық, сол кезде біз шартымыз автоматты түрде тоқтап қалатын болады.